Мен Насирбек Доктурбек Манатбекұлы, Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасының Қаратау құрылыс техникалық колледжінің директоры қызметін атқарамын. Бұл қызметке 2003 жылы конкурстық негізде тағайындалдым. Қаратау құрылыс техникалық колледжі өзіндік дәстүр мен тарихы қалыптасқан киелі білім ордасы. Биыл оқу орнына 58 жыл толады. Колледж бұрынғы Қаратау тау-кен құрылыс техникумы 1963 жылы 9 мамырда Қаратау фосфорит кен орындарын игеруге, жаңадан бой түзеп келе жатқан Қаратау Жаңатас қаласының құрылысына орта буын кадрларын даярлау үшін ашылған. Колледж ғимаратының сыйымдылығы 450 орынға арналған. Бүгінгі таңда студенттер контингенті 460. Күндізгі бөлімде 374 студент оқиды. Осының ішінде 2017 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұсынысы бойынша бастапқы кәсіптік білім беру жобасы аясында аз қамтылған отбасынан 158 студент оқиды. Оқу орнының материалдық техникалық базасы, оқытушылар құрамы бүгінгі күннің талабына сай. Оқытушылар құрамының 77,5% бірінші жоғарғы санатты. Осының ішінде бір ғылым докторы, бір ғылым кандидаты, 3 магистр, 5 КСРО, Қазақстан Республикасының білім беру үздіктерімен Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің иегерлері. Сонымен қатар 2 оқытушы республикалық үздік педагог байқауының жеңімпаздары жұмыс істейді. Оқу өндірістік базасында мониторинг, тестілеу, қашықтан оқыту, ақпараттық технологиялары және сапа менеджменті оқу орталығы, 7 оқу шеберханасы, 48 арнайы оқу кабинеттері мен зертханалар бар. Студенттердің әлеуметтік тұрмыстық жағдайына барлық жағдайлар жасалынған. 190 орындық акт зал, 35 орындық жатақхана, жабық, ашық спорт кешендері, 38 мыңға жуық кітап қоры бар оқу залы, интернет клубы жұмыс істейді. Колледж кәсіптік білім саласында оқытудың жаңа технологияларын енгізуде халықаралық, республикалық, аймақтық, ғылыми-практикалық конференциялар мен семинарларға тұрақты қатысып, өз үлесін қосып жүрген бірден-бір инновациялық оқу орталығы. Сонымен қатар кәсіптік білім сапасын арттыруда, оқу бағдарламалары халықаралық стандарт талаптарына сәйкестендіруде, колледждің 21 оқытушысы Англия, Франция, Германия, Турция, Швеция, Дания, Норвегия, Ресей, Беларусь мемлекеттерінде біліктілікті арттыру курстарынан өтіп, іс тәжірибелерімен танысты. Бүгінгі күні оқу орнын оқытудың кредиттік, қашықтан оқыту технологиялары, модульдік құзыреттілік және дуалды оқыту жүйесі кеңінен енгізілген. 2019 жылы оқу орны 7 мамандық бойынша мамандандырылған және институционалдық аккредитациядан толық өтті. Студенттердің кәсіби біліктілігін көтеруге, яғни оқу өндірістік технологиялық іс тәжірибелерді сапалы өткізу мақсатында өңірдегі ірі кәсіпорындармен 2, 3, 4 жақты келісімшарттар жасалынды. Айтап айтсақ, Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестік Шолақтау тау-кен өндірістік кешені, Талас Инвест компаниясы, Қазмұнайқұрылыс, Бином, газ сервис серіктестіктері, Қазтрансгаз аймақ Жамбыл өндірістік филиалы Талас газ шаруашылығы, көпсалалы игілік мекемесі, Талас жолдары кәсіпорындары мен әлеуметтік әріптестік орнатылды. Сонымен қатар 4 мамандық бойынша дуалды оқыту технологиясы бойынша 118 студент білім алуда. Кәсіптік білім беру ұйымдарының негізгі көрсеткіштерінің бірі түлектердің жұмысқа орналасуы. Осы ретте колледж түлектері соңғы 3 жылдағы жұмыспен қамтылу орташа көрсеткіші 88-92% құрайды. 2019 жылы колледж жас маман жобасы бойынша республикадағы 180 колледждің қатарына еніп, 2021 жылы автокөлікті жөндеу, электрмен қамту, құрылыс мамандықтары бойынша оқу шеберханалары мен зертханалар 260 миллионға жаңғыртылады. Және жұмысшы құзыреттігі орталығын ашу жоспарлануда. Колледждің тыныс тіршілігі, жүргізіліп жатқан оқу өндірістік жұмыстардың сапасы ішкі сыртқы бақылауда. Ұжымдық басқару қалыптастырылған.
кәсіпорын басшысы жылына бір рет өкілетті орган, қоғамдық ұйымдар мен қамқоршылық кеңесінің алдында есеп береді. Оқу орнының тағы бір көрсеткіші оқытушылар мен білімгерлердің жетістіктері. Біздің оқытушылар, студенттер халықаралық, республикалық, аймақтық пән олимпиадалар мен ғылыми жобалардың, байқаулардың, конкурстардың, жарыстардың тұрақты қатысушы және жүлдегер жеңімпаздары. Атап айтатын болсақ, 2013 жылы Дүниежүзілік банктың грантын иегері атанды. 2015 жылы Швейцарияда Женева қаласында өткізілген халықаралық конференцияда алтын үкі үздік білім беру ұйымы атты номинацияның жеңімпазы атанса, 2015-16 жылдары колледж оқытушылары республикалық үздік педагог байқаудың жеңімпазы атанды. 2018 жылы колледж басшысы республикалық үздік директор байқауының жеңімпазы атанды. 2019 жылы колледж оқытушысы жас маман облыстық байқаудың бас жүлдегері атанса, 2020 жылы колледж оқытушысы Ұртаева Жұмакүл үздік педагог облыстық байқаудың екінші орнын иеленсе, өндірістік оқыту шебері Шонып Абзал үздік шебер байқауының да бірінші орынды иеленді. Колледж студенттері кәсіби шеберлікті, жұмысшы құзыреттіліктері бойынша елімізде өткізіліп жатқан Ворсквиз Қазақстан ұлттық чемпионатында тұрақты қатысушы. Соңғы 18-19 жылдары колледж студенттері осы ұлттық чемпионаттың жүлдегерлері атанды. Атап айтатын болсақ, 2018 жылы Ворсквиз Қазақстан 2018 кузовты жөндеу құзыреттілігі бойынша Талғат Бахамбетов екінші орын иеленсе, 2019 жылы Ворсквиз Қазақстан 2019 ұлттық чемпионатта ағаш ұстасы бойынша Нұрсұлтан Жансұлтан үшінші орынды иеленді. Қазіргі ақпараттың қарқынды дамуы, әлемдік сын-қатер, коронавирусты пандемия кезінде өндіріске қажетті, бәсекеге қабілетті мамандар дайындауда колледж ұжымы алдында үлкен міндеттер тұр. Осы міндеттерді колледж ұжымы үлкен жауапкершілікпен орындайды деген сенімдемін.